Қайырлы күн. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы алгебралық түрдегі комплекс санларға амалдар қолдану, квадрат теңдеулердің комплекс түбірлері. Сабақтың мақсаты: алгебралық түрдегі берілген комплекс сандарға арифметикалық амалдар қолдану, комплекс санды бүтін дәрежеге келтіруде n дәрежесі мәнінің заңдылығын, түйіндес комплекс сандар ұғымы мен қасиеттерін түсіну, комплекс санның квадрат түбірін шығару. Қазір біз өткен тақырыпты қайталайтын боламыз. Яғни біз жорамал сандар дегеніміз не, комплекс сандар дегеніміз не, нақты сан және жорамал сан дегенді білеміз, таныспыз. Сол бойынша өткен сабақты еске түсірейік. Бұл жауабы болса, онда сұрақ қандай? Яғни бұл жерде бізге есептің жауабы беріліп тұр, формула беріліп тұр. Біз бұл қай формула еді есімізге түсірейік. Z тең A қосылған B айды, яғни A тең B-ға, B тең R деп, бұл бізде қай формулаға келетін еді? Яғни бұл бізде комплекс сан деп нақты бөлік пен жорамал бөліктің қосындысын айтады екенбіз. Яғни біз A қосылған B, бұл жерде нақты бөлігіміз A-ға тең, жорамал бөлігіміз B-ға тең. Екеуісінің қосындысы бізде комплекс санды беріп тұр. Келесі: A қосылған B I тең S қосылған D I. Бұл жерде A тең S-ға, B тең D-ға дейді. Бұл қандай? Анықтамасы қандай еді? Есімізге түсірейік. Есімізге түссе, онда қарап көрейік. Яғни екі комплекс сан тең деп саналады, егер олардың нақты және жорамал бөлігі тең болса. A S-ға тең болса, B D-ға тең болса, онда екі комплекс сан тең деп саналады. Келесі: бұл жауабы болса, онда сұрақ қандай болады? Бұл жерде назар аударайық. Бізде Z берілген және Z-тің басында түртіліп тұр. Бұл қандай комплекс сан деп аталатын еді? Көрейік. Егер комплекс санның нақты бөлігін қалдырып, жорамал бөлігінің таңбасын ауыстырса, комплекс санға түйіндес сан пайда болады. Яғни Z тең X плюс I Y-те біз нақты бөлігіміз X-қа тең, X-ті қалдырамыз таңбасын ауыстырмай, жорамал бөлік бізде Y-ға тең, яғни Y-тің ғана таңбасын ауыстырамыз. Плюстен минусқа ауыстырдық. Сол себепті бізде комплекс санға түйіндес комплекс санды алдық. Келесі: I-дың бір дәрежесі тең 1-ге дейді, ал I-дың екінші дәрежесі тең болады минус 1-ге дейді. Бұл қалай еді? Яғни біз комплекс сандар жиынында I квадрат минус 1-ге тең деп айтқан боламыз. Яғни бұны біз ұмытпаймыз. Келесі: яғни бұл жерде бізде координата осінде беріліп тұр. Бұл нені білдіретін еді? Бұл бізде яғни комплекс санның координаталық жазықтықта белгіленуі. Яғни нақты сан 4, минус 4 бұл бізде X-тің бойынан іздейміз, ал плюс 3I дегеніміз 3-ті біз Y бойынан іздейміз. Екеуісінің қиылысқан нүктені белгілеп, сол жерге комплекс санды жазып кетеміз. Яғни ешқандай фигура сызбаймыз, сәуле сызбаймыз. Бұл жерде бізде тек қана нүктемен белгілеп кетеді екенбіз. Енді бүгін біз комплекс сандарға қолданылатын арифметикалық операцияларды қарастыратын боламыз. Яғни қарапайым арифметикалық операция бізде қосу, азайту, көбейту және бөлу. Дәл осы амалдарды біз комплекс сандарда да қолданады екенбіз. Яғни комплекс санды қосқан кезде бізде бірінші комплекс санның нақты бөлігіне, жорамал бөлігіне қосамыз. Азайтатын болсақ, нақты бөлігін азайтамыз, жорамал бөлігін азайтамыз. Ал көбейткен кезде біз көпмүше әдісі бойынша көбейтетін болады екенбіз. Ал бөлу әдісі бойынша біз, яғни бөлу әдісінде комплекс санның алымында бөлімде тұрған комплекс санның түйіндесіне көбейтеміз. Яғни бізде S плюс D I деп тұр. Яғни біз ортасы плюс болғаннан кейін алымында бөлімде
s минус d айға көбейттік. Яғни осы арқылы біз есептерді шығаратын боламыз. Қазір сол бойынша мысалдарға назар аударайық. Біз оқулықтан 17-ден 1, 17-де екінші есепті шығарып көрейік. Бұл жерде қалай шығарамыз есепті? Бұл бізге қосу, азайту және көбейту амалдары екен. Олай болса бастайық. 17-де 1-дің біріншісін шығару жолын көрсетіп қойдым. Яғни жақшаның сыртында тұрған 2-ні жақшаның ішінде тұрған 2-ге және минус 3 айға жеке-жеке көбейтеміз. Екінші жақшаның сыртында тұрған минус 3-ті жақшаның ішінде тұрған 3-ке және минус айға көбейтеміз. Сонда біз 2-ге 2-ні көбейтсек 4, 2-ге минус 3 айды көбейтсек минус 6 ай, минус 3-ке 3-ті көбейтсек 9, минус 3-ке минус айды көбейтсек, ол бізде плюс 3 айды береді екен. Енді бос сандар бөлік жинаймыз, ол бізде 4 және минус 9. 4 және минус 9 бізде минус 5-ті береді, минус 6 ай және плюс 3 ай бізде минус 6 айды береді екен. Дәл осы әдіспен ары қарай келесі есепті шығарамыз. Яғни екінші есепте жақшаның ішін ашамыз. Яғни оқулықтан қарайтын боламыз, толықтырып. Үшінші есепте дәл солай жақшаның алдында ешқандай сан берілмеген. Жақшаның алдында минус таңбасына қарап, біз жақшаны ашатын боламыз. Яғни 4,1 минус ай, минус 6,1 плюс 7 ай деп ашатын боламыз. Дәл осылай. Ал 17-де екінші есепте біз комплекс сандарды көпмүше тәсілмен көбейтеміз. Яғни 1-ді 3-ке көбейтеміз және 1-ді минус айға көбейтеміз. Одан кейін 3 айды плюс 3-ке көбейтеміз және 3 айды минус айға көбейтеміз. Осылай есепті ары қарай шығара беретін боламыз. Дәптерімізге осы есептерді шығаратын болайық. Келесі бізде 17-де 3-ші есеп. Бұл 17-де 3-ші есепке назар аударсақ, бұл бөлшек, яғни комплекс санды комплекс санға бөлу амалы екен. Енді қараймыз. Бізде бөлімінде бірінші есептің шығару жолы көрсетіліп тұр. Бөлімінде 2 плюс ай дейді. Біз жаңа айттық. Яғни бөлшектің алымында, бөлімінде түйіндес санға көбейтеміз. 2 плюс айға түйіндес сан 2 минус ай. Сол себепті біз жақшаның алымында, бөлімінде бөлшектің 2 минус айға көбейттік. Жақшаның ашқан кезде, яғни бөлім алымында көпмүше әдісімен көбейттік. 3-ке 2-ні көбейттік 6, 3-ке минус айды көбейттік минус 3 ай. Минус 2-ге көбейттік айды, минус 2 ай, минус айға минус айды көбейтіп едік, ай квадрат шықты. Бөлімі бізде бұл 4 минус минус 1 дейді, яғни бұл а квадрат минус б квадратқа тең екен. Себебі біз ай квадратты минус 1-ге тең деп алдық. Сол себепті ай квадраттың орнына минус 1-ді қойдық. Сол кезде 4, 2 минус плюс болып кетеді. 4 қосылған 1, ол 5-ке тең екен. Ал бөлшектің алымында, яғни ай квадраттың орнына минус 1-ді қойып есептейтін болсақ, 5 азайтылған 5 ай. Бұл кезде біз жақшаның сыртына 5-ті шығарып, бөліміндегі 5 пен 5-ті қысқартатын болсақ, бізде 1 минус ай шығады екен. Дәл осы есептің шығару жолына қарап, екінші, үшінші есептерді ары қарай шығаратын боламыз. Енді келесі біздің есептің тақырыбымыз ол квадрат теңдеулердің комплекс түбірлері. Бізде квадрат теңдеу белгілі, ax квадрат плюс bx плюс с тең 0. Бұл кезде біз дискриминант табатынбыз. Дискриминанттың мәні 0-ден үлкен болса, екі жауабы бар дедік. x1, x2-ні табамыз. Дискриминанттың 0-ге тең болса, бір ғана жауабы бар. Дискриминант егер 0-ден кіші, яғни дискриминант минус шықса, біз түбірі жоқ деп есептедік. Комплекс сандар жиынында минус 1, яғни
айдың мәні -1 болғандықтан комплекс санында теріс санның квадрат түбірін алуға болады. Яғни мысалға қарайтын болсақ, түбір асты -1 тең ай квадрат тең болады плюс-минус айға дейді. 16 -16 плюс-минус 4 ай. Яғни біз 16-ны 16 көбейтілген -1 деп аламыз. Яғни -1-дің орнына ай квадратты қоямыз. Сол кезде бізде 16-дан 4 ай квадраттан ай шығатын болады. -81 дәл солай 81 көбейтілген -1 дейміз. Яғни -1-ді біз ай квадрат деп белгілейміз. Ай квадраттан ай шығады, 81-ден 9 шығады. Енді осыған мысал келтірейік. Яғни z квадрат плюс 4 тең 0. Бұл жерде z квадрат, яғни z-ді табатын болсақ, 4-ті теңдіктің екінші жағына шығарамыз. Сол себепті -4-ке ауыстырамыз. Ал бұл жерде -4, яғни көріп отырғаныздар, -4-ті біз -1 көбейтілген 4 деп те жаза аламыз. Сол себепті -1-ден бізде орнына ай квадратты қоямыз. Сол кезде минус плюске айналып кетеді. Плюс-минус 2 ай деген мән шығады екен. Яғни көріп отырғанымыздай 2 мән шықты. Яғни біз бұрын -4 болса, нақты сандар жиынында қалдырып кететіміз, шығармай. Енді біз комплекс сандар жиынында минустан да түбір шығаратын боламыз. Енді келесі мысал, бұл квадрат теңдеу комплекс сандар жиынында, яғни дискриминантын таптық. Дискриминанты бізде -64 шықты. Біз нақты сандар жиынында -64 шықса, жауабы жоқ, себебі дискриминант нөлден кіші деп алғанбыз. -64 деп алдық. -64-ті біз жаңағындай 64 көбейтілген -1 деп аламыз. Сол кезде 8 ай шығады. Яғни бұл жерден де бізде 2 жауап шықты. Z1 және Z2 деген 2 жауапты алдық. Енді мына берілген 18-де бірінші есепті осы тәсілмен, яғни x квадрат плюс 4 тең 0, дәл жаңа көрсетілген мысал, сол мысалға қарап отырып, осы есептерді шығаратын боламыз. Екінші есепте де дәл жаңа есепке ұқсас, x квадрат тең -81 деп 81-ден тауып аламыз. Төртінші есепке назар аударсақ, бұл жерде біз дискриминант есептейтін боламыз. Яғни мән беріп қарайтын болсақ, дискриминант минус шығатын болса, біз комплекс сандар жиынында түбірін табатын болады екенбіз. Яғни ай квадраттың орнын -1 деп қойып, -1-ден ай квадрат деп жазып, біз мәнін таба алады екенбіз. Бұл есептердің бәрін дәптерге анықтап орындаймыз және дәлелдеп жазып шығатын боламыз. Келесі оны болғаннан кейін кітапта бізде өзіңді тексер деген тапсырма бар. Яғни ол жерде біз өткен осы комплекс сандар жиынында өткен тақырыптар бойынша қысқа есептер берілген. Сол есептерді бір шығарып көреміз. Яғни бұл жерде біріншісіне қарайтын болсақ, дәл бүгінгі өткен, яғни комплекс санды комплекс санға көбейту, яғни көпінші тәсілімен көбейтеді екенбіз, жауабын табамыз. Екінші бөлімінде бұл жерде де қысқаша көбейту формуланы есімізге түсіреміз. Бөлшек тұр, бөлшекті, яғни бөлшектің алымында бөлімінде санның түйіндесіне көбейтуді ұмытпаймыз. Үшінші есепте квадрат теңдеу, яғни жаңағы өткен дискриминантты табамыз. Төртінші бөлімінде дәл солай квадратты көпмүше көбейткіштерге жіктейміз. Бесіншісінде де дәл солай түбірдің мәнін табамыз, яғни түбірді квадраттап, содан түбір мәнін шығаратын боламыз. Үйге тапсырма, бізде 17-де 4-ші есеп, өрнекті ықшамдаңдар. Бұл есептер дәл жаңағы біз өтіп кеткен есептерге ұқсас, осы есептерді шығаратын боламыз. Одан кейін 18-де 2, яғни квадрат түбірлерінің түбір берілген, яғни осының берілгенін табуымыз керек, есептің берілген. Осы есептер, яғни 17-де 4, 17-де 18-де 2 үй тапсырмасы. Назарларыңызға рахмет.